Барлықтарыңа сәлем, аты жөнім Дінмұхамед Жігер. Бүгін Қазақстан тарихы пәні бойынша екінші СРС тапсырғалы тұрмын. Тақырыбы қазақ жазушыларының көркем шығармасында Қазақстан тарихының көрініс алуы. Жалпы менің таңдаған тақырыбым ол Ілияс Есенберлиннің көшпенділер атты шығармасы, көшпенділер алмас қылыш. Енді бірінші сұрағына бөліп назар аударатын болсақ, көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған, қай кезеңдерді қамтыған деген сұрақты жауап беріп кетейік. Кең дала, көк аспан астындағы көшпенділердің тағдыры, бұл мәңгілік жердің үні, ат тұяғының дүбірі, қылыштың жарқылы мен қанның иісі. Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясы осы дала перзенттерінің жүрек соғысындай тарихтың терең тамырын өсіп шыққан эпикалық шығарма. Ол жай әңгіме емес, ол ұлттың ұмытылмас шарасы, жеңісі мен жеңілістің көркем суреті. Бұл роман қазақ халқының 15 ғасырдың ортасынан бастап кешірім сұрайын, 16 ғасырдың басына дейінгі тарихи кезеңді қамтиды. Ал нақтырақ айтқанда 1427 жылдан 1520 жылдарға дейінгі аралықты қамтиды. Бұл Алтын Орда империясының ыдырауынан қазақ хандығының тәуелсіздігі үшін күресі. Романның беттерінде дала желімен бірге соғатын тарихтың дауысы естіледі. Әбілқайыр ханның қаһарлы билігі, Керей мен Жәнібектің сол аумақтан көшіп шығуы, Қасым ханның ұлы жеңістері бәрі де көз алдында тіріліп, жүрегіңді тебірентеді. Көшпенділердің тағдыры бұл Шығыс ханның мұрасының қылыш жүзімен кесілген жол. Роман 15 ғасырдың екінші жартысынан басталады. Дәлірек айтқанда 1427 жылы Әбілқайырдың Алтын Орда тағына отыруынан басталады. Бұл кезең Алтын Орда империясының құлдырауының шарықтау шегі. Шыңғыс ханның ұрпақтары Жошы, Жағатай, Үгедей, Төле ұлыстарының арасындағы қанды тартыс романның негізгі өзегі болып саналады. Автор бізді Шыңғыс ханның яса деп жасақ деген заңдар жинағының қаһарлы ержелеріне апарады, соқтығады. 10 адамның біреуі қашса егерде, бүкіл ондық өлім жазасына кесіледі екен. Тұтқынға түскенді құтқармаса, қалғандары жойылады екен. Бұл көшпенділердің қатыгез дәстүрі. Ажалдың үстемдігі. Әбілқайыр хан Жошының 5-ші ұлы Шайбанидан тараған Дәулет шайхының баласы болып саналады. Осы қанды жолдың мұрагер ретінде суреттеледі шығарманың оқиға желісінде. Ол Мөңке ханның қанды оқиғаларын еске алады. Мөңке Қарақұрым тағына отырып, қарсылас Үгедей мен Шағатай ұрпақтарын бір түнде қырған екен. Роман осылайша 13 ғасырдағы Шыңғыс империясының ыдырауынан бастап 15 ғасырдағы Дешті Қыпшақтың хаосына дейінгі тарихи байланысты көрсетеді. Бірақ шығарманың жүрегі қазақ хандығының құрылуы болып саналады. Бұл 1456-1465 жылдар аралығындағы оқиғалар. Керей мен Жәнібектің Әбілқайырдан бөлінуі. Романда Әбілқайырдың билігі қаһарлы суреттеледі. Ол Мауреннахр, яғни сол кездегі Әмудария мен Сырдарияның аралығын жерлерін жаулап, өзбектермен араласып, қазақтың көшпелі дәстүрін отырықшылыққа ауыстыруға тырысқан болатын. Алым-салықтың ауырлығы, халықтың күйзелісі бәрі де дала перзентінің наразылығын тудырады. Жәнібек пен Керей, орыс ханның ұрпақтары, Арғын, Қоңырат, Найман руларының қолдауларымен бөлініп шығады. Бұл қазақ халқының бірігуінің алғашқы қадамы саналды. 65 жылғы қазақ хандығының құрылуы. Автор мұны көркем суреттейді. Даладағы көш, ат тұяғының дүбірі, ханның ойлары бәрі де тарихтың бірлігі, тарихтың тірілігі. Жәнібектің ұлы Қасымның рөлі де ерекше болған. Ол әскер басын жинап Мұхамед Шайбанимен күрескен. Шайбани Әбілқайырдың немересі,
15-16 ғасырлардағы Орта Азиядағы ұлы жиһангер Самарқанд, Бұхара, Ташкентті жаулап алады. Романда Шайбанидың Қорасан жорығы, Шах Исмаилмен айқасы және 1510 жылғы өлімі суреттеледі. Оның басынан шарап ішкен ыдыс жасалғаны тіпті қатыгездіктің шыңы екені айқын көрсетілді. Шығармадағы тарихи оқиғалар бұл тек хандардың тартысы емес, халықтың күресі. 15 ғасырдың соңы қазақтардың Моғолстан өзбек хандығы ойраттарымен соғыстары. Қасым ханның билігі 1511-1523 жылдар аралығы қазақ хандығының гүлденуі болып саналды. 300 мың әскер жинап Түркістан өлкесін қайтарып алған болатын. Романда Сайрам, Ташкент, Созақ үшін күрестер, Қасымның әскерінің Ұлытау мен Созақтағы жеңістері суреттелген. Бұл қазақтардың Түркістан үшін 80 жылдық соғысының басы Хақназар хан кезінде аяқталған эпилогта айтылады. Автор тарихты көркем етеді. Әбілқайырдың ойлары, қанды мұраның ауыры, Қасым ханның баласы Хақназарға қарауы, болашаққа үміт. Бұл кезеңдегі ірі оқиғалар Алтын Ордадағы хандардың ауысуы, яғни Өзбек хан, Жәнібек, Бердібек секілді, Бату ханның ұрпақтарының қырылуы және де Ақсақ Темірдің мұрагерлерімен тартысы. Жалпы көшпенділер бұл тарихтың көркем айнасы. Онда дала желімен бірге халықтың рухы соғады. Есенберлин бізді 15-16 ғасырлардағы қанды құмына апарады. Шыңғыс мұрасынан қазақ мемлекеттігінің туына дейін. Бұл көшпенділердің ажалмен ойнауы, тәуелсіздік үшін күресі. Романның беттерінде ат тұяғының дүбірі естіледі. Қылыштың жарқылы көрінеді, тіпті халықтың жүрек соғысы сезіледі. Бұл кезең ұлттың ұмытылмас жарасы, бірақ әрине жеңісі де. Көшпенділердің тағдыры мәңгілік, даладай кең, аспандай биік. Енді шығарманың негізгі идеясы және көтерілген мәселелер. Ілияс Есенберлиннің көшпенділер романдағы негізгі идеясы көшпенді халықтың өз тәуелсіздігін сақтау мен ұлттық мемлекет құру жолында қиын да ауыр күресі болатын. Бұл шығарма арқылы автор көшпенділердің тағдырына тән біртұтас мәселені ашқан болатын. Халықтың өзіндік сипаты мен еркіндігін сақтау үшін қандай шарттар қажет екенін және оны іске асыруға қандай кедергілер кездескенін айқындап кетеді. Шығармада негізгі мәселе халық пен билік арасындағы қайшылық ретінде қарастырылған. Әбілқайыр ханның билігі осы қайшылықтардың айқын көрінісі болып табылады. Ол өз билігін нығайту мақсатында отырықшы өркениетке, яғни Мауреннахр мен Соғды жерлеріне бағытталған саясат жүргізген. Бұл саясат көшпенді халықтың дәстүрлі өмір салтына, яғни мал шаруашылығына, еркін көшу қонысқа және өз жерінде тәуелсіз тұруына қайшы келеді. Автор көрсеткендей, хан халықты импрам деп қарап, оларды тек сұлтандар арқылы басқаруға болады деп есептейді, бірақ халықтың рухани және материалдық мүдделерін ескермеген екен. Нәтижесінде халықтың наразылығы туындаған және Жәнібек пен Керей бастаған рулар ханнан бөлініп, сол хандықтан бөлініп, өз тәуелсіздігін құруға ұмтыла жөнелді. Енді шығармада автор бірнеше маңызды сұрақтарды қойып кеткен болатын, назар аударған болатын және оларға жауап іздеген. Мысалға, халық пен билік арасындағы байланыс мәселесі. Хан халықтың мүддесін жүзеге асыра алмайтын болса, оның билігінің заңдылығы сақтала ма деген сұрақ. Әбілқайырдың саясаты халықтың тәуелсіздігін шектейді. Сондықтан халық өз билігін таңдау құқығына ие ме? Шығармада бұл сұраққа халықтың өзінен шыққан сұлтандардың Жәнібек пен Керейдің ханнан бөлініп, өз хандығын құруы арқылы нақты жауап беріп кетеді. Келесі, биліктің шынайы негізі неде? Шығармада биліктің күші әскери қуатпен ғана шектелмегені туралы айтылған. Оның негізі халықтың қолдауы мен сенімде екені көрсетілген. Қасым ханның табысы дәл осы қолдаудың нәтижесі болып табылды. Автор Шыңғыс ханның халқының көңілін табу үшін ақылды болу керек деген өсиетін еске алып,
халықтың мүддесін ескермейтін биліктің тұрақсыздығы дәлелдейді. Ұлттық бірліктің шарттары. Көшпенді халықтың біртұтас мемлекет құруы үшін қандай шарттар қажет деген сұрақ. Шығармада бұл сұрақтың жауабы халықтың ортақ мүддесін жүзеге асыратын көшбасшысының пайда болуымен байланыстырылады. Жәнібек пен Керей халықтың көшпенді өмір салтын сақтау және өз жерінде тәуелсіз болу ниетімен біріктіреді. Қасым хан бұл бірлікті нығайтып, оны нақты мемлекеттік құрылымға айналдырған. Және тәуелсіздіктің мәні және оны сақтау дейді. Көшпенділер үшін тәуелсіздік дегеніміз не және оны сақтау үшін қандай күш-қуат қажет? Автор тәуелсіздіктің тек әскери күшпен ғана емес, халықтың өзіндік сипатын сақтауымен, өз жерінде еркін өмір сүруімен байланысты екенін көрсетеді. Қасым ханның қазақ елі нағыз бір алмас қылыш деген сөзі осы идеяның шарықтау шегі болып табылады. Алмас қылыштың күші оның сапасында емес, оны ұстайтын қолдың дұрыс ұстауында. Енді шығарманың бас кейіпкерлері кім? Және оларды анықтап кетейік, олардың бейнесін бір сипаттап өтейік. Шығарманың бас кейіпкерлері сол кездегі 15-16 ғасырлардағы қазақ хандығының құрылуына тікелей қатысып, үлесін қосқан тарихи тұлғалар болып саналады. Олардың бейнесі шығармада тарихи деректер мен көркем суреттеу арқылы қалыптасады. Әуелі, әрине, Әбілқайыр хан шығарманың басты кейіпкерлерінің бірі және оқиғаның басталуының негізгі себебі. Ол Шыңғыс ханның жошы ұрпағынан шыққан қатаң, қаһарман хан ретінде суреттеледі. Әбілқайырдың бейнесі дәстүрлі көшпенділік биліктің қатыгез өз мақсатына жету үшін барлық құралды қолына алатын үлгісі. Ол Шыңғыс ханның яса заңдарын қатаң ұстанушы, өз билігін сақтау үшін туыстарынан аяушылық танытпайтын адам болып көрінді. Алайда оның саясаты отырықшылыққа, яғни бәрунахр мен соғды жерлеріне бағытталуы көшпенді халықтың дәстүрлі өмір салтына қайшы келеді. Оның халықты импрам деп қарап, тек сұлтандар арқылы басқаруға тырысу халық пен билік арасындағы қайшылықтың негізгі себебіне айналады. Әбілқайырдың бейнесі қатаңдық пен өзіндік шектеулі көзқарастың нәтижесінде туындайтын биліктің тұрақсыздығын көрсетеді. Жәнібек сұлтан шығарманың оң бағытында орналасқан кейіпкер, яғни ол ақылды, табынды, халықтың мүддесін ойлайтын сұлтан ретінде сипатталады. Жәнібек пен оның шөбере ағасы Керей Әбілқайырдың отырықшылыққа бағытталған саясатына қарсы шығып, көшпенді халықтың дәстүрлі өмір салтын сақтау және өз тәуелсіздігін алу ниетімен ханнан бөлініп шығады. Жәнібектің бейнесі көшбасшылық қасиеттерімен ерекшеленген болатын. Ол халықтың наразылығын түсіне білген, оларды өз мақсатына біріктіре алған. Оның саяси көзқарасы көшпенділердің өз жерінде еркін өмір сүруіне тікелей тығыз бағытталған болатын. Келесі әрине Керей сұлтан, Жәнібектің серіктесі және қазақ хандығының құрылуындағы маңызды тұлға. Ол Жәнібекпен бірге халықтың көшпенді өмір салтын сақтау және тәуелсіздік алу жолындағы күрестің бастамашысы ретінде суреттелген. Керейдің бейнесі табандылық пен халық мүддесін қорғауға бағытталған саяси белсенділікпен сипатталады. Келесі кейіпкер Қасым хан, шығарманың оң бейнесі және қазақ хандығының нығаюымен байланыстырылатын негізгі тұлға. Ол әкесі Жәнібектің саясатын жалғастырып, қазақ руларын біріктіріп, тәуелсіз хандық құруда шешуші рөл атқарады. Қасым ханның бейнесі өте ақылды, дипломатиялық шеберлікке ие, халықты біріктіре алатын көшбасшы ретінде сипатталады. Ол әскери күштің ғана емес, халықтың қолдауын алудың маңыздылығын түсінген болатын. Қасым ханның қазақ елі нағыз бір алмас қылыш деген сөзі оның биліктің негізгі халықтың қолдауында екенін түсінетін көреген тұлға екенін көрсетеді. Енді басқа да кейіпкерлер бар. Бұрындық хан, Мұхамед-Шайбани хан секілді. Мысалға, Бұрындық хан ол Жәнібек пен Керейдің ұрпағы. Оның бейнесі әлсіз, халықтың қолдауын жоғалтып алған биліктің мысалы ретінде суреттелген.
бұрындық халықтың мүддесін ескермей өз тәуелсіздігін сақтай алмағандықтан хандық биліктен айырылған. Яғни былай қарасаңыздар, өздеріңіз байқағандай, Қасым ханға қарама-қайшы кейіпкер болып көрініп тұр. Мұхамед-Шайбани хан Әбілқайырдың немересі және қазақ хандығының басты қарсыласы, ол өзбек хандығының негізін қалаушы ретінде суреттелген. Шайбанидың бейнесі жиһангерлік амбицияларымен ерекшеленген, бірақ оның саясаты қазақ хандығымен қақтығысқа келеді. Енді тағы бір сұрақ: шығармада қандай салт-дәстүрлер, рәсімдер сипатталған? Енді шығармада көшпенділердің дәстүрлі өмір салтына тән көптеген салт-дәстүрлер мен рәсімдер егжей-тегжейлі сипатталған. Бұл элементтер шығарманың тарихи және этнографиялық мәнін байытады және көшпенді қоғамның әлеуметтік саяси құрылымын кеңінен ашады. Енді біріншісі, мысалға, Шыңғыс ханның яса заңы және әскери рәсімдер. Шыңғыс ханның яса заңы шығармада көшпенділердің әскери тәртібінің негізі ретінде бейнеленген. Заңның ең қатаң ережелерінің бірі ол оңдық, жүздік, мыңдық құрылымы бойынша ұйымдастырылған әскерлердегі тәртіпті сақтау болатын. Егер 10 адамның ішінде біреуі қашса немесе тұтқынға түсетін болса, бүкіл ондық өлім жазасына кесіледі екен. Бұл заң көшпенділердің ұрыстағы тәртіп пен бірлікті сақтауда негізгі құрал болып табылған. Хан сайлау рәсімдері, мысалға. Хан сайлаудағы ең маңызды рәсімдердің бірі ол ақ кигізу. Хандыққа сайланған адамға ақ киізге көтеріліп, хандық билік беріледі екен. Бұл рәсім ханның билігінің заңдылығын растайтын негізгі дәстүр болып саналады. Мысалға, Керей мен Жәнібек хандыққа осы рәсім арқылы сайланған, және де олардан кейінгі хандарды сәйкесінше осы салт-дәстүрді ұстанып хан атанған екен. Өлім жазасының түрлері және орындау тәсілдері де бар. Мысалға, шығармада өлім жазасының ерекше түрлері сипатталған. Ең маңыздысы сондағы қан төгілмей өлтіру рәсімі екен. Бұл рәсім бойынша адамды екі жағынан бұрап, тұншықтыру немесе аяғын артына қайырып, 5 омыртқасын сындыру арқылы өлтіру екен. Бұл әдіс қан төгілмей өлтіру деп аталады және көне моңғол дәстүрінде жеңіл өлім жолы болып саналу методикасы екен. Шығармада Әбілқайыр хан өз қызы Ғайып Жамалды осы рәсім бойынша өлтіруге бұйырған екен. Бірақ ол қанжармен өлтіріледі соңына қарай. Туыстар арасындағы әлеуметтік байланыстар бар. Мысалға, көшпенділер арасында туыстық байланыстарды нығайту үшін қыз алысу, қыз беру дәстүрі кеңінен қолданылған. Бұл дәстүр тайпалар арасындағы одақтарды нығайтуға және ірі қақтығыстарды болдырмауға бағытталған. Дегенмен шығармада көрсетілгендей, саяси қажеттілік туындаған жағдайда туыстық байланыстар да қақтығыстың себебіне айналуы мүмкін. Кеңес рәсімдері бар. Көшпенділердің басқару жүйесінде құрылтай, тағанақ кеңесі және тұрымтай кеңесі маңызды рәсімдер болып табылады. Бұл кеңестерде маңызды мәселелер талқыланады және шешімдер қабылданады. Қасым хан осы дәстүрлерді қайта жаңғыртып, халықтың қатысуымен шешім қабылдаудың маңыздылығын көрсетеді. Көшу-қону және мал шаруашылығына байланысты дәстүрлері бар. Шығармада көшпенділіктердің жыл сайынғы көшу-қоныс тәртібі, жайлау мен қыстауларды таңдау дәстүрлері сипатталған. Жайылымдарды пайдалану және оларды қорғау көшпенділер өмірінің негізгі шарты болып табылған. Бұл дәстүрлердің бұзылуы, мысалға, бұрындық ханның дулат руының жайылымдарына күштеп кіруі ірі қақтығыстардың себебіне айналған болатын. Мысалға, батырлық және соғысқа байланысты дәстүрлер де кеңінен кездескен. Көшпенділердің соғысқа байланысты дәстүрлері арасында ұран салу, әскерді ру бойынша ұйымдастыру, батырлардың жеке ерліктерін жырлау маңызды орын алған болатын. Сондай-ақ соғыстан кейінгі жеңіс рәсімдері, жауға қарсы шыққан батырларды марапаттау дәстүрлері де сипатталған. Басқа да салт дәстүрлер де бар. Мысалға, шаңырақтың символдық маңызы, батырлардың жеке ерекшеліктері дегендей, яғни батырлардың аттарына, киімдеріне, қару-жарағына байланысты дәстүрлер сипатталады. Ал шаңырақтың символдық маңызы ол, яғни шаңырақ отбасылық бірліктің, рудың негізгі
символы ретінде бейнеленген екен сол заманда. Әлі де солай, сол кезден бері ұстанып келе жатқан бір дәстүріміздің бірі, бұрындық ханның өз қаласын өртеп тастауы өз билігінің соңын білдіретін символдық әрекет екен. Енді келесі сұрақ бізде мен үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштым деген. Және де өзіме ұнаған бір 2-3 үзіндіні мен мәнерлеп оқып беруім керек екен. Мысалы, осы шығарманы оқып шыққаннан кейін мен үшін танымдық тұрғыдан бірнеше маңызды жаңалық ашылды. Ең бастысы, халық пен билік арасындағы байланыстың мәні туралы терең түсінікке жеттім. Шығармада биліктің күші тек әскери немесе саяси қуатта ғана емес, халықтың қолдауында екені анық көрсетілгенін мен көзіме жетті. Мысалы, Әбілқайырдың ханның қатаң билігі, оның халықтың дәстүрлі көшпенді өмір салтын елемеуі және отырықшылыққа бағытталған саясаты халықтың наразылығына және оның бөлінуіне әкелген, яғни оның бәрі қажетті емес. Сәйкесінше, ал қарама-қайшы мысалға Керей, Жәнібек және Қасым секілді ұлы көшбасшылардың табысы ол халықтың мүддесін түсініп, оларды біріктіре білгендігінде болған. Солардың арқасында. Бұл маған биліктің шынайы негізгі халықтың еркімен қолдауында екенін, егер билік халықтың рухани және материалдық мүдделерін ескермесе, ол қаншалықты қатты, мықты алып болса да тұрақсыз болатынын анық түсінген болатынмын. Енді шығармадан ең ұнаған, терең мағынаға ие үзінділерді мәнерлеп оқып берейін. Бірінші үзінді ол Қасым ханның халық туралы ойы, шығарманың негізгі идеясын қамтитын ең маңызды сәт. Мына сұрапыл күшке қарап тұрып бір ойға келдім. Қазақ елі нағыз бір алмас қылыш қой. Қарашы, алмас қылыштан айни ма? Алмас қылыш кімнің қолында болады? Сонда ғой. Кім оны қалай ұстайды, қандай арман үшін жауына салады? Бабын таппасаң, қыран құс қасқыр ала алмайды. Ел шетіне жау келді, алмас қылыш тағы қынабынан суырылды. Арты немен тынбақ? Бұл үзінді шығарманың басты идеясын қысқа әрі нақты мән-жаймен ашады. Қазақ халқының күші алмас қылышқа тең, бірақ оның күші кімнің қолында, қандай мақсатқа жұмсалатынына байланысты екенін айтылып кетеді. Бұл сөздер билік пен халық арасындағы байланыстың мәнін анық көрсетеді. Екінші үзінді бұрындық ханның өз билігінің соңындағы мойындауы, яғни ол өзінде биліктің халық қолдауынсыз тұрақсыздығын ашады. Қарамағындағы елің теріс қарап кетсе, хан деген ит қорлық екен ғой. Оны мен Әбілқайыр ұрпағына қыздарымды бергелі білдім. Қонысымды жайладың деп қамсыз жатқан елді шапсам, сынақтан сылтау іздегенім. Айып менен, бірақ айыптымын деп қарашыға бас ер жайым жоқ. Жазылмас кеселдің емі өлім. Ал менің кеселімнің жазасы өлімнен де ауыр. Бұл жазаны өзім таңдап алдым. Бұл өзінде биліктің халық қолдауын жоғалтқаннан кейінгі жағдайын өте айқын сипаттайды. Хан өзінің билігін халықтың қолдауына тәуелді екенін мойындайды және оны жоғалтқаннан кейін қорлықты өз сөзімен мойындайды. Енді үшінші өзінде Әбілқайыр ханның өз мойнындағы Шыңғыс ханның өсиеті. Бұл өзінде көшпенді билігінің негізгі қағидаларын толықтай ашады. Шыңғыс хан бабаларына: хан халқының көңілін табу үшін ақылды болуы керек, ал халқы оның көңілін табу үшін тақымды болуы керек. Халқын сыйласын десең, тағыңнан түспе. Маңына өзінен ақылы төмен, бірақ құлқы өзіңдей адамдарды жинай білсең, сол хан тағында ұзақ отырады. Ойынан шықпаған туған баласында бауыздай алатын хан әрқашанда абыройлы болады деп жауап берген. Бұл өзінде көшпенді билігінің негізгі қағидаларын, оның ішіндегі хан мен халық арасындағы байланыстың маңыздылығын толықтай ашып кетеді. Енді
тағы бір сұрақ, кітап оқу кезінде қандай көңілде, сезімде болғаным жайлы айтып кетейін. Енді көптеген сезімдерге бөлінген болатын, мысалға тигрге толы сезім, шығармада сипатталған оқиғалар рулардың бөліні, ірі шайқастар, хандық билік үшін күрес, үнемі шиеленіс пен күтпеулі оқиғаларға толы болуы, әбілқайыр ханның қатаң билігі, жәнібек пен керейдің ханнан бөлініп шығуы, бұрындық ханның құлатылуы секілді оқиғалар яғни мені үнемі қобалжытып сондай бір жағдайға әкелетін болатын. Сосын мақтаныш пен тәуелсіздікке деген сезімді де жиі сезіндім. Керей мен жәнібектің ханнан бөлініп өз тәуелсіз хандығын құруы, Қасым ханның қазақ руларын біріктіруі оқырманды, мені де ұлттық мақтаныш сезімін іштей оятқан болатын. Яғни бұл көшпенді халықтың өз еркіндігі мен дәстүрлі өмір салтын сақтау үшін қандай қиындықтарға төзгенін және өз билігін құру үшін қандай күш-жігер жұмсағанын көрсеткен болатын. Еркіндікті өз қолымен алуға ұмтылған халықтың табандылығы терең құрмет сезімін тудырған. Қайғы мен аяушылық. Шығармада көптеген қайғылы оқиғалар сипатталды. Мысалы, бұрындық ханның өз билігінің соңындағы мойындауы, өз қаласын өртеп тастауы, әбілқайыр ханның қызы Ғайып Жамалдың қайғылы тағдыры сияқты эпизодтар ішінде қайғы мен аяушылық сезімдерді тудырған болатын. Бұл оқиғалар биліктің ауыртпалығын, оның жауапкершілігін және халық қолдауын жоғалтқан биліктің қайғылы соңын айқын көрсетеді. Сосын андай да бір көңіл күйлер болған, ойландыратын және философиялық. Енді нақтылай кеткенде, шығармада көтерілген халық пен билік арасында байланыс, тәуелсіздіктің мәні, бірліктің маңызы секілді мәселелер мені терең бір ойланып кетуге мәжбүр еткен болатын. Қасым ханның қазақ елін нағыз бір алмас қылыш деген енді сөзі қатты тебіреткен болатын іштей сезімді, жүрегімді. Бұрындық ханның өз қателігін мойындауы секілді үзінділер тарихи оқиғалардың артында жатқан терең мағынаға назар аударған. Бұл көңіл күй шығарманың тек тарихи оқиғаларды баяндаумен шектелмеген және сонымен қатар адамзатқа ортақ мәселелерді қозғайтынын айқын көрсеткен болатын. Мен бұл кітапты достарыма және жақындарыма, таныстарыма не үшін ұсынар едім? Ең әуелі тарихи сананы байыту және ұлттық тағдырды түсіну үшін. Мысалы, көшпенділер романы қазақ хандығының құрылуы секілді маңызды тарихи оқиғаның мәнін ашады. Кітап арқылы оқырман өз халқының тәуелсіздікті өз қолымен алып, өз билігін құру жолындағы күресін, қиындықтар мен жеңістерін терең түсінген. Бұл тарихи оқиғаларды тек қорқақ фактілер ретінде ғана емес, адамдардың тағдыры мен таңдаулары арқылы қабылдауға мүмкіндік береді. Билік пен халық арасында байланыстың мәнін түсіну үшін, бірлік пен тәуелсіздіктің маңызын сезіну үшін, терең ойлануға және рухани байлығын байытуға мүмкіндік береді осы кітапты оқығаннан кейін. Тарихи шығармаларды жақсы көретіндерге арналған бір керемет шығарма. Өте тарихи оқиғалар бұл шығармада бай суреттелген. Егер сол жанрда ұнататын оқырмандар үшін бұл өте күшті кітап. Енді шығарма авторы туралы не білетін жайлы айтып кетейін. Ілияс Есенберлин 1915 жылдың 14 қаңтары Сырдария уезінің Жаңақала болысы, қазіргі Қызылорда облысы Арал ауданы Жаңатұя ауылы деген жерде туылған болатын. Алайда 1985 жылдың 4 қаңтары осы Алматыда дүниеден өткен. Қазақтың көрнекті жазушысы, тарихи проза жанрының негізін қалаушы, алаш әдебиетшілерінің бір туар өкілі. Ілияс Есенберлин шағын шаруа отбасында дүниеге келген. Ол 1930 жылдары Қызылорда педагогикалық техникумын, кейіннен Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология
факультетін бітірген болатын. Ұлы Отан соғысы жылдарында майданда болып, соғыстан кейін әдебиет пен баспасөз саласында жұмыс істеген. Ол Қазақ әдебиеті газетінің, Егемен Қазақстан газетінің редакторы болған. Қазақ кср жазушылар одағының төрағасы да болған. Ілияс Есенберлин алғашқыда поэзиямен айналысқан болғанымен, негізгі шығармашылық жолы ол тарихи прозаға арналған болатын. Оның ең танымал туындысы ол Дауылдан кейін, яғни Көшпенділер трилогиясы. Бұл трилогия қазақ хандығының құрылуы және даму кезеңдерін бейнелейді. Және де қазақ әдебиетінде тарихи роман жанрының дамуына үлкен бір зор үлесін қосқан екен. Жалпы трилогияның құрамы 3 бөлімнен тұрады. Әуелі Көшпенділер 76 жылы шыққан, екінші бөлімі Алмас қылыш 77 жылы шыққан, үшінші бөлімі Таң шоғылы 1980 жылы шыққан болатын. Бұл шығармашылығын, яғни Есенберлиннің шығармашылығының ерекшелігін айта кететін болсам, тарихи оқиғаларды көркемдік тұрғыдан бейнелеудің шебері болған. Оның шығармаларында тарихи шындық пен көркемдік шындықтың үйлесімділігі қатты байқалады. Ол тарихи тұлғаларды тек олардың әрекеттері арқылы ғана емес, ішкі психологиялық жағдай, ойлары және тарихи жағдайлардың оларға әсер етуі арқылы бейнелеген болатын. Жазушының шығармаларында ұлттық тағдыр, билік пен халық арасындағы байланыс сияқты мәңгілік мәселелер көтеріледі, өзекті мәселелер. Енді Ілияс Есенберлин қазақ әдебиетінде тарихи роман жанрының негізін қалаушы ретінде бағаланады. Оның шығармалары тарихи үдерістерді тек оқиғалар тізбегі ретінде емес, ұлттық тағдырды анықтайтын күрделі құбылыстар ретінде көрсетеді. Оның туындылары қазақ әдебиетінде тарихи сана мен ұлттық өзіндік сананы қалыптасуына зор үлес қосқан. Ілияс Есенберлин өмірден өткен соң еңбектері жоғары бағаланды. Оған қазақ әдебиетіндегі елеулі үлесі үшін көптеген мемориалдық тағы түрлер орнатылған болатын. Есімімен аталған көшелер, мектептер және басқа да нысандар бар. Есенберлиннің шығармашылығы қазақ әдебиетіндегі тарихи проза жанрының дамуына негіз болды және оның туындылары ұлттық тарихи зерттеу мен түсінуде маңызды орын алады. Оның шығармалары тарихи оқиғаларды баяндаудың ғана емес, сонымен қатар олардың артында жатқан терең мағына мен сауықтарды ашуға бағытталған. Сондықтан Ілияс Есенберлин қазақ әдебиетінде тарихи ойлаудың, ұлттық сана қалыптастырудың маңызды тұлғаларының бірі болып саналады. Назарларыңызға рахмет. Осымен барлық сұраққа жауап бердік. Бүгінгі видеомыз тәмам. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.